Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет рулеттің жасалу жолын көрсетсем деп отырмын. Құрамында какао мен кофе бар. Бұл рулеттің дәмі өте ерекше болып шығады. Өзі нәзік, жұмсақ, дәмді. Бір жағынан дәмі қатты тортқа да ұқсайды. Жасауында ешқандай қиындығы жоқ. Бұл рулетті сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық керек заттарымызды дайындап аламыз. Алдымен екі ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Жұмыртқаларыңыз бөлме температурасында тұруы керек. Енді қайнаған ыстық суымызға кофе мен какаоны салып, оны араластырып дайындап аламыз. Бөліп алған сары уызымызды миксердің көмегімен араластырып аламын. Сары уыздың үстіне сүтті, сұйық майды құйып, осының барлығын миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламын. Дайын болған массамыздың үстіне енді ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салу керек. Сол кезде біздің бисквит қамырымыз үлпілдек, нәзік болып шығады. Енді осы ұнды біркелкі етіп, түйіршік қалмайтындай етіп, алдымен осындай лопаткамен араластырып, сосын венчиктің көмегімен ішінде түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз осындай қою қаймақ сияқты болып шығу керек. Ақуызды шайқайтын боламыз. Алдымен өзін қантсыз, жақсы көбік болғанша шайқап аламыз. Осындай көбік болғаннан кейін қантты бөліп салып, ерігенше оны жақсылап араластыру керек. Ақуызымыз дайын болды. Осындай дәрежеге дейін шайқайсыздар. Енді дайын болған ақуыздан 2-3 лопатка сары уызға қосып, жақсылап басы біріккенше араластырып алу керек. Осы массамызды енді түгелімен ақуыздың үстіне салып, оны астынан үстіне қарай қозғап, жақсылап араластырып аламын. Біздің тестамыз осындай өте үлпілдек, нәзік болып шығу керек. Алдын ала дайындап қойған какао мен кофенің үстіне енді ровно 160 грамм осы тестадан құйып аламын. Бұл шоколадты массамызды жақсылап араластырып аламыз. Енді
кондитерлік қапқа осыны түгелімен құйып алу қажет. Осылай дайындап аласыздар. Енді бізге форма керек болады. Менде бұл жерде рулетке арналған арнайы форма. Сіздер жай пештің противеніне пісірсеңіздер болады. Енді осы қамырды түгелімен жайып шығамыз. Барлық шетіне біркелкі етіп жететіндей, тегіс болатындай етіп жайып шығу қажет. Осы дайын болған қамырымыздың үстіне енді шоколадты тестамызды құятын боламыз. Осылай барлығын бетіне құйып аламыз алдымен. Бетін түгелімен тегістеп шығатын боламыз. Осылай мен де лопатканың көмегімен бетін түгелімен тегістеп шықтым. Бетін тегістеу үшін осылай бір-екі рет ұрып жіберсеңіздер болады. Енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Кремін дайындайтын боламыз. Сүзбелі ірімшік пен қант ұнтағын жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламын. Осының үстіне енді қаймақты салатын боламыз. Бұл жерде менде 20% қаймақ. Қаймақтың орнына кілегейді пайдалансаңыздар да болады. Осы екеуін жақсылап араластырып аламын. Дайын болған кремнің үстіне енді шоколадты қосып, екеуін жақсылап араластырып аламын. Міне бисквит пісіп суып дайын болды. Енді оны қағазынан босату керек. Бисквиттің екі шетін осылай кесіп аламыз. Бұл біздің бисквитті орауға ыңғайлы болу үшін. Дайын болған бисквиттің үстіне енді кремімізді толығымен біркелкі етіп жағып шығамын. Осылай шетінен бастап орап, оны осы қағазбен бірге тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің рулет дайын болды. Оның бетін қалауыңызша әсемдеп қойсаңыз болады. Осындай өте керемет болып шығады. Енді кесіп көрейік. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Бұл рулет маған өте қатты ұнады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.